Біз күнде тұрмызда қолданып жүрген чеснок, қазақша атауы сарымсақ, бірақ оны емдік қасиеттері мен құпиясы жайлы біле бермейміз. Бұл видео сарымсақты күнде не үшін пайдалану керек және емдік қасиеттері мен ежелгі тарихы жайлы болмақ. Бәріңізге сәлем. Бұл видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, көптеген сіз білмейтін пайдалы ақпараттармен бөлісіп жүремін. Менің каналымды қарай жүріңіз және лайк басуды ұмытпаңыз. Ал енді сарымсақтың шығу тарихы мен ежелгі заманда емдік қасиеттерін қандай мақсатта пайдаланды? Осы турында айта кетейін. Көбінесе сарымсақтың отаны Орта Азия атанды. Қызығы, ежелгі Қытайда сарымсақты мүлде басқа мақсатта пайдаланды. Аспан асты елінде жерлеу рәсімі кезінде зұлым тарихтарды қорқытатын күш ретінде қолданған екен. Кейініректе ежелгі грек халқы да өзінің спортпен шұғылданатын грек атлеттеріне жаттығу алдында сарымсақты шайнап допинг ретінде қолданған болса, орта ғасырлық шаруалар осы бір сарымсақ үшін күнделікті тұрмыста тұздалған етпен және майшабақпен жеген екен. Сол бір заманда да сарымсақты дезинфекция көптеген адамдарды асқазан ауруынан құтқарды. Сонымен қатар сарымсақтың емдік әсері туралы аңыздар да жоқ емес. Оған сүйенсек, 1720 жылы Францияда сірке суына қосылған сарымсақ мыңдаған марсельдіктерді оба індетінен аман есен алып қалды деседі. Ежелгі заманнан бері адамдар сарымсақтың пайдасын тек тамаққа қосатын дәмдеуіш ретінде ғана болмағанын білген. Халық медицинасында бұл ащы дақыл мыңдаған жылдар бойы қолданылған. Осы уақытқа дейін көптеген ауруды емдеуге мүмкіндік берген. Дәрі-дәрмектердің құрамына сарымсақ дәрумені қосылған. Осы секілді біраз халықтың рецептісі сақталған. Бұл сарымсақтың ерекше дәмі мен ащы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкірт қамтитын бір маңызды зат бар. Бұл аллицин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тигізеді. Аллицин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйедегі асқазан ішек жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ сарымсақтың емдік қасиеті тек аллицин арқасында деу ғана қате пікір. Оның құрамында басқа да белсенді заттар, микроэлементтер, макроэлементтер, витаминдер, антиоксиданттар бар. Сондықтан сарымсақтың қаншалықты пайдалы екенін тоқтамай тізе беруге болады. Қысқы уақытта әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға оралатын сарымсақ. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуге басқа да сарымсақтың тағы қандай қасиеттері бар екенін бірі білсе, бірі біле бермейді. Ал енді бүгін сарымсақтың 13 түрлі қасиеттерімен бөлісемін. Дәлірек айтқанда, сарымсақ демікпе, көз ауруы, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі аурулармен күресуге көмектеседі. Сарымсақ асқазан ішек жолдарының ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондай-ақ оның жұмысын кешенді түрде жақсартады, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерін алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Диабет кезінде сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру, оны емдеу өте қиын. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады. Бүйрек, жүрек, қан тамыры және жүйке жүйесінің жағдайын нашарлатады. Өкінішке орай, сарымсақ қант диабетін емдемейді. Десе де қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдарының алдын алуға көмектеседі. Әсіресе профилактика ретінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысын немесе үйде дайындалатын сарымсақ майының қолдануға болады. Сарымсақ холестеринді төмендетеді. Холестеринді төмендету үшін сарымсақты тұтастай сүтке қосып ішу керек. Bir қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллицин жоқ. Бұл зат сарымсақтың жасушасының механикалық бұзылуы кезінде пайда болады екен. Яғни сарымсақты тураған кезде өзінен аллицин бөліп шығарады. Сондықтан да көптеген халық рецептінде сарымсақтың пайдасы барынша көп болуы үшін сарымсақты туралған уақытта бірнеше минутқа қалдыру керек екендігі көрсетілген. Гипертония кезінде сарымсақтың емдік қасиеті, сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллицин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие.
Жалпы осы ауруларға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы бір пияз, тұқымдас көкөніс тромбоциттердің жабысып қалуын болдырмайды. Тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екені көпшілігімізге мәлім. Сарымсақ сан түрлі ауруларды емдейтін қасиетке ие. Сонымен бірге сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп болғандықтан сарымсақ көз ауруы мен ішек құрттарды жоюға, құлақ ауруында емдейтін қасиеттерге ие. Ауырмаңыздар, ем болсын, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.